Қаныш Сәтбаев, жан-жақты ғалым. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, қазақ геологиясының ғұламасы, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Шын есімі Ғабдулғани. Туған жері Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Ақкелін ауылы. Әкесі Сәтбаев Имантай би болған. Анасы Әлима бала жасынан ұлының бойындағы талантын дамытуға тырысты. 1909 жылы Ақкелін ауылындағы мектебінде оқыды. 1911 жылы Павлодар орыс-қазақ мектебіне ауысып, 1914 жылы үздік бітіреді. 1914-1918 жылдар арасында Семей мұғалімдер семинариясында оқыды. 1920-1926 жылдары арасында Томск технологиялық институтының Таукен факультетін үздік бітірді. Қаныш бала кезінен зерек, білімге құштар болып өседі. Еңбектен адам өлмейді, қайта шыңдалып, намысы күшейе түседі деп ата-анасы білімге, ержүректік пен төзімділікке, сабырлыққа баулыды. Қаныш Сәтбаев 1926 жылы Қазақ АКСР халық шаруашылығы орталық кеңесінің ұйғаруымен атмосфера тресінің геология бөлімін басқаруға жіберіледі. 1929 жылы Қарсақбай мыс комбинатының геологиялық барлау бөлімінің бастығы қызметіне тағайындалады. 1930-1940 жылдары арасында әлемдегі ең ірі Ұлытау жезқазған мыс кен орнын ашқаны үшін Ленин орденімен марапатталды. 1941-1964 жылдары арасында Қазақ КСР геология институтын басқарды. 1944 жылы Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері атағы берілді. 1943 жылы Ұлы Отан соғысы кезінде Қазақстан жер қойнауының ресурстарын әскери қажеттіліктерге пайдалануын ұйымдастырды. Қазақстан өндірген қорғасынан жасалған оқтар кеңес әскерінің қару-жарағының 90%-ын қамтамасыз етті. Танкілердің броньдары қазақстандық молибденімен қапталды. Қаныш Сәтбаевтың геологиядан басқа ғылымдарда, мәдениет саласында, тарихта қалдырған іздері жеткілікті. Ол халық ауыз әдебиетін зерттеуді Баянауылда жүргенінде бастаған. Ер едіге эпосын қазақ тіліне аударды. Қазақ этнографиясы мен фольклорын зерттеді. Тарихи мұраларды жинақтады. Жезқазған Ұлытау өңіріндегі көне ескерткіштер туралы еңбек жазды. 1935 жылы Алтыншоқы жотасынан темір дәуірінің жазуы бар тас тақтайша тапты. Қазір ол Санкт-Петербургтегі Эрмитажда сақтаулы тұр. Қазақ халқының мәдениеті мен тарихына байланысты көптеген еңбектер жазды. Әліке Марғұлан, Мұхтар Әуезов, Жүсіпбек Аймауытов сияқты ғалымдармен жақын қарым-қатынаста болды. 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясын құруға басшылық жасады. 1946-1952 жылдар арасында академияның алғашқы президенті болды. 1952 жылы кеңестік биліктің қысымына ұшырап, қызметтен босатылды. 1955 жылы академия президенті қызметіне қайта сайланып, бұл қызметті өмірінің соңына дейін атқарды. Ол 50-ден астам ғылым кандидаты мен докторын тәрбиеледі. Қазақ геологтары мектебін қалыптастырды. Қаныш Сәтбаевтың есімі берілген нысандар. Жезқазған кенді аймағын жан-жақты зерттеп, оның қазба байлықтарын игеру жөніндегі игі жұмыстары үшін академик Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың атымен Қарағанды облысының қаласы аталған. Алматы, Астана және басқа қалаларда Сәтбаев атындағы көшелер бар. Астроном Чернық ашқан астероид, минерал, мұздық, тау сілемдері Сәтбаевтың есімі берілген. Қаныш Сәтбаев атымен Қазақ ұлттық техникалық университеті, Қазақстан ғылым академиясының геология институты мен Екібастұз инженерлік технологиялық институты аталған. Қазақстан ғылым академиясы ғимаратында Қаныш Сәтбаев атындағы мемориалдық мұражай ашылған. Баянауылда ғалымға арналған мұражай жұмыс жасайды.